Шатыр орталығы жабындық материалдар зауыты Северсталь комбинатының металлынан жасалған каскад металл жабындысы, профлист, сайтинг, суағар жүйелерін өндіреді және сатады. Сонымен қатар Қазақстанда баламасы жоқ, нағыз жабындық дизайнмен жасалған Андалузия металл жабындысын өндіреді. Нысанаға бару, өлшеу, есептеу, жеткізу ақысыз, несиеге алу мүмкіндігі бар. Қала бойынша ең төмен баға бізде. Біздің мекен жайымыз оңтүстік батыс ауданы 103-ші участок, Табыс базарының қасында. Телефон 947 500. Кәсіпкерлер әлі де әкімшілік кедергілерден көз ашпай жүр. Мемлекеттік органдардың тарапынан бопсалау тыйылмай тұр. Халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысы жеңілдейді. Орталықтың қызметкерлері тұрғындарға жаппай ұялы телефон арқылы құжат рәсімдеу жолдарын үйретуге көшті. Жас мамандарға жұмыс қажет. Болашақ мал дәрігерлері шаруа қожалықтарының басшыларымен кездесті. Эфирде тәуліктің қорытынды жаңалықтары, студияда Гүлбашын Аққатова, қайырлы кеш. Кеше Әбілқайыр хан даңғылының бойында Toyota Corolla көлігі 14 жастағы баланы қағып кетті. Жасөспірім облыстық балалар клиникалық ауруханасының жансақтау бөлімінде жатыр. Ол жаяу жүргіншілер жолағынан өтпеген. Дерек бойынша тергеу басталды. Соңғы 5 айда облыста 84 жол апатынан 93 бала зардап шегіп, 3-еуі қаза тапқан. Полицияның мәліметі бойынша жеткіншектер жолдың кез келген жерімен жүреді. Сол себепті ата-аналарға балаларды өз бетінше ешқайда жібермеу туралы тағы да ескертеді. Шалқар ауданындағы Дөңгелек көл жайылымында жарылғыш зат табылды. Тот басқан снарядты саперлар жарып жіберді. Оны тауып алған малшы бірден ауылдағы учаскелік полицияға хабар берген. Батыс өңірлік қолбасшылығының тапсырмасымен 302-38 әскери бөлімінің жарылғыш затты жою тобы жіберіліп аумақ қоршауға алынған. 85 мм снарядтың тасымалдауға жарамсыз екені анықталды. Сондықтан табылған жерінде жару жөнінде шешім қабылданған. 2015 жылдан бері бұл аумақтан 10-ға жуық жарылғыш зат табылып жойылған. Олардың бәрін жергілікті тұрғындар тауып алған. Ұлттық ұлан жауынгерлері жол бойында талып қалған азаматты аман алып қалды. Оқиға кеше Ақжар 2 ауылында баратын жолдың бойында болған. Қызылжар кентінің тұрғыны 4 баланың әкесі 39 жастағы Құрманбек Қалмырзаев жаны қысылған кезде қол ұшын созған ұлттық ұлан жауынгерлеріне ризашылығын білдірді. Толығырақ Нұрболат Досжанның бейнематериалында. Ақтөбедегі ұлттық ұланға қарасты 66-55 әскери бөлімінің ату алаңынан қайтып келе жатқан медицина қызметінің бастығы Нұркелді Бақтыбаев пен взвод командирі Нұрғали Сиденбаев жол бойында патруль автокөліктері тоқтап, халық жиналып қалғанын көреді. Медицина қызметінің бастығы дереу автокөлікті тоқтатып, науқасқа көмек көрсетуге тырысады. 19 маусым күні сағат түстен кейін 4-тер шамасында біздер 66-55 әскери бөлімінің атыс алаңынан полкке қарай қайтуға жол тарттық. Жолай барысында КАМАЗдар өткеннен кейін мен өзім медициналық қамтамасыз ету болғасын ең соңында артында жүрем бақылап. КАМАЗдар өткеннен кейін жолдың оң жақ жегінде бір 2-3 машинаның тоқтап және де патрульдік машиналардың тоқтап тұрғанын көрдім. Біздер ойладық, бір ДТП болып жатқан шығар деп дереу қасымдағы сарбазға бұйрық беріп, сол жаққа қарай жанына барып тоқтадым. Оқиға орнына дер кезінде жеткен Нұркелді мен Нұрғали ер адамның талма ауру ұстап, есінен танып жатқанын көреді. Әскерилер медицина қобдишасын алып, алғашқы медициналық жәрдем көрсетуге кіріскен. Науқастың қан қысымын өлшегеннен кейін ер адамды қалалық ауруханаға жеткізеді. Бар ойымыз біздің медициналық көмек көрсету керек болды. Келсек, қасында жерге жатқызып қойған, есінен танып жатты. Сол кезде кішкене үстінен су құйып, біздің начмет медицина бөлімінің бастығы аға лейтенант Бақтыбаев ол кісі келіп нашатырды мұрнына иіскетіп, және де давлениесін өлшеп, жүрек қағысын тексеріп. Қызылжар кентінің тұрғыны 4 баланың әкесі 39 жастағы Құрманбек Қалмырзаев жаны қысылған кезде қол ұшын созған ұлттық ұлан жауынгерлеріне ризашылығын білдірді. Рахмет көп осындай жігіттердің барына, әскери бөлімшедегі болмаса далада аулап атқан жерді мәйтеу алып келді.
Құрманбектің зайыбы Малика Даблованың айтуынша сол күні таңнан бері жолдасы 6 мәрте талып қалған. Емшеге апара жатқан кезде жолда қайтадан сондай күйге түскен. Ол да осындай қысылтаяң кезде жәрдем берген жігіттерге алғысын айтып, қазір Құрманбектің ауруханада емдеп жатқанын жеткізді. Осында жаңа жолдасымды алып келдік. Жолдасым машинада келатқанда талып қалған, емшеге апара тұрғанбыз. Ол таңертеңнен бері 6 рет уже талған. Жолда тоқтап, Ақжар 2-ның трассасында тоқтап, осы адамдардан көмек сұрадық. Сол кезде осы военныйдың балдары келді, 66-55. Солар бірінші көмегін көрсетті. Сол, рахметін айтамыз. Өлім мен өмір арасында жатқан науқасты құтқарған әскери қызметкерлер қырағылықтары үшін бүгін алғыс хаттармен марапатталды. Нұрболат Досжан, Сергей Калашников, Тәулік. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Бүгін кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөніндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Онда екі негізгі мәселе қаралды. Оның біріншісі ауыл шаруашылығын жерін жалға беру байқауын өткізу кезінде заңсыз банк кепілдігін сұрау. Екіншісі жер қойнауын пайдаланушы отандық компанияға Ақтөбеде мәрмәр кен орнын өңдеуге рұқсат бермеген. Отырысқа қатысушылар алдымен ақтөбелік кәсіпкерлер арасында жүргізілген жасырын сауалнаманың нәтижесін тыңдады. Шағын және орта бизнес субъектілерін тексеретін мемлекеттік органдардың жемқорлық деңгейі сарапталған. Сауалнама барысында кәсіпкерлердің 11%-і шенеуніктердің тарапынан пара сұрау деректері болғанын растаған. Ең жемқорлық жайлаған салалар әдеттегідей санитар-эпидемиологиялық қызмет, төтенше жағдайлар департаменті және полиция. Бизнес өкілдері тарапынан өтінімдер, арыз-шағымдар көбінесе бізде СЭС дейміз ғой, қоғамдық денсаулық бақылау департаментіне, мемлекеттік кірістер қызметіне, полиция қызметіне, одан кейін жаңағы біздің төтенше жағдайлар департаментіне түсіп жатыр. Одан бөлек бізде анықталған жаңа сауалнама нәтижесі бойынша мемлекеттік органдар тарапынан бизнес өкілдерін тексеру барысында сұралатын ақша көлемі 50 мыңнан 100 мыңға дейін шығып отыр. Көбінесе мемлекеттік жаңағы бизнес өкілдері, біздің бизнес өкілдеріміз мемлекеттік органдар тарапынан болған қысым кезінде Атамекен кәсіпкерлер палатасына, облыстық прокуратураға және де мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке шағым түсіретін белгілі болды. Адалдық алаңы кеңсесі мен кәсіпкерлер палатасы өкілдерінің айтуынша, сауалнама нәтижесі бойынша прокуратураға тексеру жүргізу туралы сұраныс жасалады. Өңірімізден мәрмәр толтырғыш пен минералды ұнтақ шығаратын зауыт ашқысы келетін кәсіпорынның арызы да бүгінгі отырыста қаралды. Зауыт батыс өңірінің нарығын қамтуға мүдделі. Инвестиция көлемі 2,12 миллиард теңге. Бірақ зауыттың шикізат базасы жоқ. Сол үшін қажет шикізатты Ақтөбеден 100 шақырым жердегі мәрмәр кенішінен алғысы келеді. Ал мемлекет бұған рұқсат бермей отыр. Дегенмен мәселе отырыста бірден шешілді. Облыс әкімінің орынбасары Қайрат Бекенов жобаны өңірдің бизнес картасына енгізуге тапсырма берді. Ал геология басқармасы министрліктен рұқсат алып береді. Бүгін талқыға түскен тағы бір мәселе ауыл шаруашылығы жерін жалға беруге қатысты. Алға ауданында заң бұзылған. 8 шаруаның да банктен кепілдігі болмай байқау өткен жоқ деп танылған. Алайда жер кодексі бойынша мұндай байқауға ондай талап қоюдың қажеті жоқ болып шықты. Жаңадан 2019 жылдан бастап ереже өз күшіне енді, ол ауыл шаруашылық жерлерін конкурс арқылы беру туралы ережесі күшіне енгендіктен сол ережеде банктық кепілдік және қаржы институттарының оң шешімін қатысып жатқан жеке тұлға сол құжаттарды табыстау міндетті болып табылатын, сол көрсетілген, сол міндеттеуінің барысында ол банктық кепілдікпен және банктың оң шешімін беру немесе ол жеке тұлғаға беру өте қиындауға туындайды. Яғни ол жай ғана тұлға үшін ол өзінің егерде қаржысы бола тұра, ол екінші деңгейлі банктерге барып мен қаражат алам деген ол қисынсыз. Кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөніндегі кеңес басшылығы еңбек мемлекеттік бағдарламасы бойынша қаржы алғысы келген шаруалардан шағым түскенін айтты. Бағдарламаның талабы бойынша қаражатты қаланың сыртындағы кәсіпкерлер ала алады. Бұл мәселені ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры мен қалалық әкімдік бірге қарайтын болды. Кәмшат Сағынбазарова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысы жеңілдейді. Орталық халықтық цифрлық сауаттылығын арттыру мақсатында жылдық акция науқанын бастады. Акция аясында халық көп шоғырланған орындарда мамандар ұялы телефонда орнатылған Telegram-бот Егов порталын қолдану тәсілдерін үйретеді. Бүгін мұндай акция ірі сауда орнында өткізілді.
бұл акцияның мақсаты азаматтарға Telegram бот мобильдік қосымша арқылы өзінің еркімен мемлекеттік көрсететін қызметтерді алуға болады, соны үйрету және Digital агент мобильдік қосымшасын әйгілендіру. Ол Digital агент мемлекеттік көрсететін қызметтердің сапасын бағалауға арналған мобильдік қосымша. Жалпы жылдың басынан бері осындай 20 акция өткізілді. Мамандар көмегіне жүгінген азаматтар мобильді телефондарына қызмет түрін қолдана алатын жүйені тіркеп алды. Бұл жүйеге халыққа қызмет көрсету орталығының 25 қызметі енгізілген. Мәселен, Telegram бот арқылы мекен-жай анықтамасын, тіпті электронды үкімет веб-порталының барлық қызметтерін пайдалануға болады. Облыс бойынша қазір 30 мыңнан аса тұрғын ұялы телефондарына аталған бағдарламаны енгізіп алған. Бүгінгі түлек болашақ маман. Бүгін ауыл шаруашылығы колледжінде бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтті. Түлектер шаруа қожалықтарының өкілдерімен кездесіп, жұмыс туралы сұрап білді. Жастар жәрмеңкеге келген жұмыс берушілермен асықпай сөйлесті. Бүгін болашақ 42 ветеринар мен 17 зоотехник мемлекеттік емтихан тапсырды. Білімдерін сынға салып жатқан тұста жұмыс табуға да мүмкіндік жасалды. Биыл жастар жылы болғандықтан түлектердің бірде-бірі назардан тыс қалмайды. Маман мен жұмыс берушінің арасына Атамекен кәсіпкерлер палатасы көпір болды. Палата шаруа қожалықтарын шақырып, жастармен тікелей сұхбат құруға ұсыныс жасаған. Ал колледжбен бұрыннан әріптестік байланыс орнатқан шаруа қожалықтары бұған дейін бірнеше жасты тәжірибеден өткізіп, енді жұмысқа қабылдауға әзір. Бұлардың арасында сол шаруашылықтарда өткен практикадан өткен оқушылар сонда бағытталып отыр. Өздері келіп, бүгін крестьянское хозяйствоның басшылары, ауылдық әкімдер келіп, дипломмен ауылға деген бағдарламаны айтып, қандай жағдай болатындарын айтып, тікелей жұмысқа шақырып отыр. Түлектер бүгін жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы туралы да білді. Жәрмеңкеге Алға, Хромтау, Әйтеке би, Мәртөк, Байғанин, Қарғалы аудандарынан шаруа қожалықтарының өкілдері мен ауыл әкімдері келді. Түлектерге 50-ден аса бос жұмыс орны ұсынды. Қожалықтардың өкілдері түлектерді бірнеше күнге жұмыс барысымен танысуға шақырды. Жас маман өзінің білімін көрсетіп, жұмысқа екенін байқатса, болашақта жұмыссыз қалмайды. Тәжірибе жинаған сайын жалақысы да көтеріле береді. Мамандардың айтуынша, жеке шаруа қожалықтары білікті мал дәрігеріне жоғары жалақы төлеуге дайын. Бүгін түлектермен бетпе-бет кездесуге мүмкіндік алған шаруа қожалықтарының өкілдері алдағы уақытта оқу орнымен тығыз байланыс орнатуға мүдделі. Ал Атамекен кәсіпкерлер палатасы бос жұмыс орындары жәрмеңкесін дәстүрлі түрде ұйымдастырып, маман мәселесін шешуге үлес қоспақ. Камшат Сағынбазарова, Сергей Калашников, тәулік. Қазақстан АИ-92 бензинін 60-70 мың тонна, АИ-95 бензинін 10-15 мың тонна көлемінде экспорттауды жоспарлап отыр. Бұл туралы бүгін ел алдында есеп берген энергетика министрі Қанат Бозымбаев мәлімдеді. Министрдің айтуынша 3 бірдей мұнай өңдеу зауытында жаңғырту жұмыстары аяқталды. Ішкі нарықтың сұранысы 100% қамтылып отыр. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Ақмола облысында Ан-2 ұшағы құлап, ұшқышы қаза тапты. 2 экипаж мүшесі ауруханаға жеткізілді. Бұл туралы Төтенше жағдайлар комитетінің баспасөз қызметі хабарлайды. Әуе апаты бүгін таңғы сағат 10-да Ақмола облысының Целиноград ауданының аумағында болды. Ұшақ алқапқа химиялық залалсыздандыру жұмыстарын жүргізген. Зардап шеккен 2 адамның денелері күйген. Оқиға бойынша комиссия құрылды. Тергеу жүргізілмек. Қылмыстық іс қозғалды. Біріккен тергеу тобы 2014 жылы Украинаның Донецк облысында құлап, бортындағы 298 адам түгел қаза тапқан малайзиялық Боинг ұшағының апатына күдікті 4 азаматты атады. Апатқа 3 ресейлік пен 1 украиналықтың қатысы бар. Тергеу аталған 4 азамат өзін-өзі жариялаған Донецк республикасының бақылауындағы аумаққа бук зениттік зымыран кешенін жеткізуді ұйымдастырды деп санайды. Әскери кешен Ресейде жеткізілген болуы мүмкін деп есептейді. Таяуда оларға халықаралық іздеу жарияланады. Лайнер апатына байланысты сот процесі 2020 жылдың наурызында басталады. Тергеу амалдары әлі жалғасып жатыр. Прокуратура 4 күдіктіге жаңа айыптар тағуы мүмкін. 2014 жылы 17 шілдеде Амстердам Куала-Лумпур бағытындағы Боинг ұшағы Украинаның Донецк облысы аумағына құлап, 298 адам түгел қаза тапқан болатын.
Сауд Арабиясының сыртқы істер министрі Адель Аль-Джубейр Біріккен Ұлттар ұйымының журналист Джамаль Хашоггидің өліміне тақ мұрагері Мұхаммед бен Салманның қатысы бар деген баяндамасын қабылдамады. Ол баяндамашы бұған дейін жариялаған мәліметтерді қайталады деп мәлімдеді. Сонымен қатар есепте Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі арнайы баяндамашысы Аниес Каламардың корольдікке қатысты теріс ұстанымнан туындайтын жалған айыптаулар көрсетілген деп есептейді. Аль-Джубейр баяндама негізсіз айыптаулар мен қарама-қайшылықтардан тұрады деп мәлім етті. Кеше журналист Джамаль Хашоггидің ісімен айналысушы арнайы баяндамашы Аниес Каламар нақтыланған баяндамасын жария еткен болатын. Ол Сауд Арабиясының тақ мұрагері Мұхаммед бен Салманға қарсы халықаралық санкциялар енгізуді талап етті. Ал ақш федералды тергеу бюросын дербес тергеу жүргізуге шақырды. Минскіде өткен Донбасс жөніндегі жұмыс тобының отырысына қатысушылар жаңа бітімнің талаптары бойынша келісімге келе алмады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының арнайы өкілі Мартин Сайдик бітім қақтығыс аймағында тұратын азаматтық тұрғындар мен жақында оқуды аяқтаған балалар үшін аса қажет екенін алға тартты. Оның айтуынша екі тарап бітімге келуге мүдделі, бірақ бірлескен мәлімдеменің мәтіні бойынша ортақ пікірге келе алмағандарын мәлімдеді. Луганск бекетінен техникаларды алып кетуге қатысты да осындай жағдай. Бітім мәселесі бойынша жұмыс одан әрі жалғасатын болды. Ал кеше Донецк республикасының батыс бөлігіне украиналық әскерилердің оқ жаудырғаны хабарланды. ақш президенті Дональд Трамп үлкен 20-лық саммитінде Ресей президенті Владимир Путинмен және Қытай басшысы Си Цзиньпинмен кездесетінін растады. Ол Ресеймен де Қытаймен де қарым-қатынасты жақсартқым келеді. Солай болады деп үміттенемін деп мәлімдеді. Алайда Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Вашингтоннан кездесуге қатысты ешқандай хабар түспегенін жариялады. G20 саммиті Жапонияның Осака қаласында 28-29 маусымда өтеді. Бұл ауқымды шараға 30 мыңға жуық адам қатысады. Оның ішінде мемлекеттердің басшылары мен делегация өкілдері бар. Алматының түбіндегі әскери бөлімде граната жарылып, екі әскери қызметкер зардап шекті. Жауынгерлік граната лақтыру сабағы өтіп жатқанда, сарбаздардың біреуі мұрындығы тартылған гранатаны ордың ішіне түсіріп алған. Офицерлердің біреуі оны ұстап алып, қауіпсіз жерге лақтырып, өзі сарбазды денесімен жауып қалған. Алайда жарылған гранатаның жарықшақтары екі әскери қызметкерге тиген. Қазір шекарашылар ұлттық қауіпсіздік комитетінің госпиталінде жатыр. Сайлау кезінде 36 әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалып сотқа жіберілді. Оның 30-ы сотта қаралып, 6-ы қазір қаралып жатыр. Басқа адамдар атынан дауыс беру үшін азаматтарға бюллетендер берген учаскелік сайлау комиссиясының 11 мүшесі әкімшілік жауапқа тартылды. Оларға 25 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Бұл туралы бас прокуратура хабарлайды. Ведомство қазір бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде жарияланған бюллетендерді топтап салу мен басқа да заң бұзушылықтар туралы бейне жазбалар бойынша тексеру жүргізіп жатқанын мәлімдеді. Прокурорлар мәліметтердің көбі расталмады деп отыр. Тексеру қорытындысы бойынша заңсыз әрекеттер анықталған жағдайда кінәлілерді жауапқа тарту үшін бас прокуратура материалдарды сотқа жолдамақ. Бас прокуратура жалпы кезектен тыс президент сайлауы заңнама нормаларына сай өтті деп есептейді. Бүгін Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Білім және ғылым министрлігінің мәліметінше, ұбт биыл 20-30 маусым аралығында 169 пунктте өтеді. Сынаққа 117.242 адам қатысады. Оның 96 мыңнан астамы биыл мектеп бітірген түлектер. Тестілеуге биыл жалпы білім беретін мектепті тәмамдаған оқушылардың 72%. Сонымен бірге колледж түлектері мен мектепті бұған дейін бітіргендер де қатысады. Білім және ғылым министрлігінің мәліметі бойынша, осы жылы мемлекет бакалавриатқа 53.758, магистратураға 13 мың, докторантураға 2312 грант бөледі. Биыл ұбт сұрақтарының 30%-ға жуығы жаңартылған. Тест материалдары құпия жағдайда аймақтарға жеткізілген. Емтихан өтетін аудиториялардың барлығына мобильдік байланысқа қарсы құрылғылар және бақылау камералары орнатылған. Қазір арнамызда шағын жарнама, жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Емдеу мекемелерінен шыққан дауыс сотқа жетпейтін болады. Ауруханаларда медиация кабинеттері ашылады. Үздік ұстаздар анықталды. Ақтөбеде республикалық жыл үздігі сайысының марапаттау кеші өтті. Жаздық аяқ киім таңдадыңыз ба? Авантаж Еврошуз дүкенінде Германиядан әкелінген жазғы аяқ киімдердің соңғы топтамасы. Рикер, Каприз, Тамарис және басқа да неміс брендтерінің жайлылығын бағалаңыз. Терінің сапасы, қалыптың ыңғайлылығы, ауа жастығы бар ұлтарақ және антистресс табанымен рахаттаныңыз. Таңғажайып жеңілдік пен икемділіктің құпиясын сезініңіз. Жазғы 25%-дан 50%-ға дейін жеңілдік. Авантаж Еврошуз дүкені.
Мы научились готовить вкусные кухни и готовы поделиться с вами. Почувствуйте вкус новой, современной кухни, красочных расцветок и идеальных форм с различными начинками и приправами из разных стран. Приходите к нам. Наши изобретательные повара-дизайнеры помогут создать рецепт любимой кухни. Простые, доступные, качественные решения для вашей квартиры, дома, жизни. Салон «Дом кухни». Спасибо тем, кто уже с нами. Знание Ақтөбе оқу орталығы, бухгалтерлік есеп, компьютер, аспаздық, сұлулық күтімі, жұмысшы және техникалық мамандықтар бойынша қысқа мерзімді курстарға шақырады. Тез арада жаңа мамандық иесі атануыңызға болады. Оқыту және біліктілікті арттыру бағдарламаларының 40-қа жуық түрлері қарастырылған. Мерзімі 2 аптадан 2 айға дейін. Төмен баға, ыңғайлы сабақ кестесі, өндірістегі тәжірибеден өту, жұмысқа орналастыру. Знание Ақтөбе оқу орталығы, Уәлиханов көшесі 13, 31-ші кеңсе. Қоңырау шалыңыз 40-05-01. Радионы онлайн тыңда. Сүйікті радиостанцияңды тыңда. Өз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. 3W Ақтөбе радио KZ сайтында. Ақтөбе радио KZ сайтында. Эврика газеті баспа нұсқасында сәрсенбі күні шығады. Эврика газеті электронды нұсқада кез келген күні оқылады. 3w.rikatv.kz сайтында жаңа номер мен материалдардың мұрағаты, фотосуреттер мен бейнелер, сауалнамалар мен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, түсініктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Эврика газеті енді Android және iOS мобильді қосымшасында. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Баласына екпе салдырудан бас тартатын ата-аналарға айыппұл салынуы мүмкін. Мұндай заң жобасы 2018 жылдан бері парламент мәжілісінде қаралу үстінде. Айыппұл елімізде қандай да бір себептермен екпеден бас тартатын ата-аналардың көбеюіне байланысты жоба ретінде жедел енгізілуі мүмкін. Екпені кез келген уақытта қаладағы барлық емханаларда салуға болады. Вакцина баланың жасына байланысты қызылшаға, сары ауруға, гепатиттің түрлеріне салынады. Өткен 5 айда номер 2-ші қалалық емхананың өзінде 280 ата-ана сәбиіне екпе салдырудан бас тартқан. Бұдан былай баласына екпе салдырудан бас тартқан ата-ана айыппұл төлеуі мүмкін. Бұл өзгеріс денсаулық сақтау кодексіне де енуі мүмкін. Ұсыныс әзірге талқылануда. Қаладағы біраз емханада екпеден бас тарту жағдайлары жиі тіркеледі. Ал жыл сайын инфекциялық ауруларға қарсы өңірде дүниеге келген нәрестелердің 80%-на екпе салынады. Асқынулар болып жатыр, вакцина алғаннан кейін деп, сол мәліметтерді бізге алдымызға тарту етеді. Біз оларға жаңағы осы жұқпалы аурудан мен ауырып қалғанда қандай жағдайға баланың әкеліп соқтыратындығын, әсіресе оның асқынуларын менен қауіпті екендерін түсіндіріп айтамыз. Дегенменен олар соңғы уақыттарда осы мысалы біздің республика бойынша, Ақтөбе қаласы бойынша қызылша ауруының тіркелгеніне байланысты екпе атқандар болды. Екпе салудың ауқымды науқаны жүргізілгенде туғандарына 9 ай болған сәбилерге, 30 жасқа дейін тұрғындарға, бұрын екпе алмаған және қызылшамен ауырмағандарға және оған қоса медицина қызметкерлеріне екпе салынып тұрады. Медицина қызметкерлері потенциалды сырқаттармен жиі байланыста болғандықтан екпе алуға міндетті. Екпе емханаларда тегін салынады. Бұл енді жұқпалы ауруларға қарсы, мысалы қызылшаға қарсы, полиомиелитке қарсы, дифтерияға қарсы, столбнякқа қарсы қазіргі уақыттарда бұрынға қарағанда комбинированный вакцинаменен егіледі. Енді біздің қазіргі уақыттарда мысалы екпеден бас тартып халқымыздың жаңағы жайбарақат жүруінің себебі қазіргі жұқпалы аурулардың жоқтығынан. Мысалы 90-шы жылдары мысалы көп жағдайда полиомиелит, дифтерия ауруы болды. Шетінеп кеткен балалар болды. Ол уақыттарда жаңа ата-аналар өздері еркіменен келіп алатын, себебі олар ондай аурулардың қандай екенін көрді. Емхана екпе салдырудан бас тартқан ата-аналармен жүйелі жұмыс жасап отыр. Арнайы дәрігерлік топ та бар. Түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде өткен айда 5 бала қызылша ауруына қарсы екпе алған. Дәрігерлердің айтуынша, ата-ана көп жағдайда екпеден ғаламтордан түрлі қауесеттерді оқып алып бас тартып жатады. Ал ақ халаттылар екпе туралы алдымен дәрігерлердің өзінен сұрап білген жөн деп отыр.
Жұлдыз Мирханова, Алексей Оразов, тәулік. Облыстағы ауруханалар мен емханалардың бәрінде медиация кабинеттері ашылады. Бұл туралы бүгін облыстық әкімдікте өткен дөңгелек үстелде айтылды. Кабинеттердің мақсаты мен артықшылықтары сөз болды. Бұл кабинетте сол медициналық ұйымның қызметкері немесе кәсіби медиатор қызмет жасауына толық мүмкіндігі бар. Яғни бұл кабинеттерді ашқан кезде халық, азаматтар бірден сотқа жүгінбей, егер де бір қандай да бір дау туындаса, сотқа жүгінбей, сол кабинет арқылы медиатордың көмегімен осы дауды шешуге, бітімгершілік жолмен шешуге ықпал жасалады. Сотқа дейін бұзылмалы дауды реттеп, сотқа жеткізбей, азаматтардың уақытын, қаражатын және де басқа да уақытын, қаражатын үнемдеуге ықпал жасайтын іс-шара деп ойлаймыз. Сот жүйесі өкілдерінің айтуынша жыл сайын Ақтөбеде сотқа медициналық мекемелерден 20-ға жуық шағым түседі. Бұл көрсеткіш төмендемей отыр. Мәселен, Ресейде мұндай арыздар бойынша арнайы медициналық сот жұмыс істейді. Дәрігерлердің жұмысынан наразы болған пациенттердің шағымдарының көбі сол сотқа жолданады. Судьялардың айтуынша істі кейде емдеу мекемелерінің өзі ушықтырады. Сот қызметкерлерінің тәжірибесіне сүйенсек, бұл тартпас дәлелдер болған күннің өзінде ақ халаттылардың кінәларын мойындаған кезі жоқ. Бүгін жылдың ең үздік ұстаздары анықталды. Мұғалімдер арасында өткен 2-ші республикалық жыл үздігі сайысының марапаттау кеші қаладағы мейрамханалардың бірінде өтті. Кеште еліміздің үздік сынып жетекшісі, үздік балабақша тәрбиешісі, үздік үйірме жетекшісі секілді бірнеше аталым бойынша мықтылар анықталып, кеуделеріне төсбелгі тағылды. Жұлдыз Мирханова сабақтайды. Әлия Нәренова Хромтау қаласындағы Табантау орта мектебінің қызметкері, математика пәнінен сабақ береді. Педагогика саласында 36 жылдық еңбек өтілі бар. Шағын қаладағы біраз адамға сабақ берген ұлағатты ұстаз осы уақытқа дейін бірде-бір байқауға қатысып көрмепті. Білім ошағына тіке келіп сабақ беруді ғана білетін апайға жас әріптестері жақында осы байқауға қатысуға қолға салыпты. Жас мұғалімдердің көмегімен 8-ші сыныпқа өткізген сабағын бейнеге жазып алып, қордың сайтына жүктеген. Нәтижесі бүгін белгілі болды. Әлия апайдың кеудесіне маман мақтанышы төсбелгісі тағылды. Берері көп деп ойлаймын. Өзіммен бірге, жаңғыз өзім емес, 12 мұғалімді ала келдім. Соның 8-і өтіліне байланысты төсбелгі егерлері болып отыр қазіргі таңда. Әрине қажет деп ойлаймын барлық ұстаздар үшін. Еңбектері еленеді. Әрине бар. Жаңартылған білім мазмұны бойынша барлық класстарда сабақтар өтуде. Мысалға, өзім сабақ беретін 8-ші класста. Өңірде биыл 2-ші мәрте өтіп отырған жыл үздігі республикалық байқауы 2 бөлім бойынша жүргізілді. Еңбек өтілі 5, 15 және 20 жылдан кем емес ұстаздар арасында зерделі ұстаз, ұлағатты ұстаз, маман мақтанышы аталымдарының иелері таңдалды. Және үздік бастауыш сынып жетекшісі, үздік сынып жетекшісі, үздік балабақша тәрбиешісі, үздік арнайы білім беру мектеп интернатының жетекшісі, үздік үйірме жетекшісі, үздік қосымша білім беру орталығының жетекшісі иелеріне куәліктер табысталды. Олардың ішінде көбі солтүстік Қазақстан облысынан келген, Павлодар облысынан, Петропавл облысынан, Ақтау қалаларынан, Атырау қалаларынан, сонымен қатар өзіміздің Ақтөбе қаламыздың Ырғыз және де Хромтау аудандарынан келген қатысушылар. Бүгінгі салтанатты марапаттау кешінде бұл қатысушылар бір жыл бойы осы академияның ұйымдастырған салтанатты марапаттау кештеріне, сонымен қатар байқауларына қатысқан және де жүлделі орын алған ұстаздардың бірі. Байқауға Атырау, Павлодар, Қарағанды, Өскемен, Шымкент, Талдықорған қалаларынан да мұғалімдер қатысты. Жалпы 2 ай көлемінде 800-ден аса өтініш келіп түскен. 9 аталым бойынша 200-ге жоқ мұғалім жоғары сабақ беру үлгісін көрсеткен. Ұстаздарға төсбелгімен қатар бағалы сыйлықтар үлестірілді. Жұлдыз Мирханова, Мирлан Аманжолов, тәулік. Саламатсыз ба? Баламды 1-ші классқа қабылдау үшін құжаттарды тапсырайын деп едім. Саламатсыз ба? Иә, әрине құжат тапсыра аласыз. Бұл жылы 1-ші классқа құжат қабылдау электронды цифрлық қолтаңба көмегімен мектеп.akt.kz портал арқылы жүзеге асырылады.
Ол үшін мектеп.akt.kz сайтына кіріп, білім беру мекемесіне құжат қабылдау батырмасын басасыз. Әрі қарай өтініш беруші мен баланың мәліметін толық енгізіп, әрі қарай батырмасын басу арқылы растайсыз. Одан кейін қажетті құжаттардың барлығын сканерлейсіз және жүктейсіз. Баланы мектепке қабылданғандығы туралы хабарлама 5 жұмыс күні ішінде жеке кабинетіңізге келеді. Өте ыңғайлы жүйе екен. Енді үйден шықпай-ақ құжаттарды тапсыруға болады екен. Иә, енді үйден шықпай құжаттарды тапсыруға болады. Устрой классный праздник по вкусной цене. Только весной в ресторане Ералшин супер скидки на банкеты. Свадьбы от 2500 тенге с человека. Хотите большего? За 6600. Все включено. Изобилие блюд и закусок. Бар, чайный зал, холл для фуршетов. Свадьбы и юбилеи до 250 гостей. Садака до 300. И акция. Оплатите весной, сэкономьте летом. Цены вырастут, но не для вас. Банкет. Ресторан Ералшин. Здесь, что ли? Вон проспект, вон Анвар, вон дом серый. Ну, человек, я же сказал, где запчасти на пальцы делают. Да скажи ты просто шаровые соленблоки. Мелкий Z, что ли? Точно, Миал. Мелкий Z изготовит из полиуретана элементы для ходовой части автомобиля. Что, лучше резиновых? Ну ты даешь. Это же полиуретан, сносу нет. Мелкий Z. Санкт-Петербурга, 14. Здание бывшей трикотажной фабрики. О, нашел. Вон оптовый Анвар, а вон она, фабрика. Эврика газеті баспа нұсқасында сәрсенбі күні шығады. Эврика газеті электронды нұсқада кез келген күні оқылады. www.rikatv.kz сайтында жаңа номер мен материалдардың мұрағаты, фотосуреттер мен бейнелер, сауалнамалар мен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, түсініктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Эврика газеті енді Android және iOS мобильді қосымшасында.